армысыздар. Біз бүгін сіздерге мына енді блендердің арқасында мына құймақты қалай тез жасауды көрсетеміз да. Бұл жердегі мақсат мынаны тез жасауды көрсету. Бірінші, мынау 250 грамм сүт. Оған 2 жұмыртқа. Жұмыртқамыз қосылды. 4 қасық қант. Мына шым-шым тұз. Жобада біраз қасық болады қосатынымыз. Мынау енді 200 грамм мына жерде. Қостық. Жерде бір 50 грамм су қосылады. Жеке-жеке бөлек-бөлек араластырып отырмаймыз. Жақсылап тұрып жабамыз. Мына қазір дайын болды. Бұл жердегі біздің көрсеткіміз келгені мына блендердің мен жасап тез ойыңыздағы жасап алуды. И одан кейін мына блендермен жасағанның ыңғайлылығын көрсету еді. Біздің мақсат сол болатын. Енді мына видеоны аяғына дейін көріңіздер. Қазір құймақты да көресіздер. Егер де мына блендер ұнап жатса, заказ беріңіздер. Описанияда нөмір болады, WhatsApp нөмір 8-375-374-99-19. Қазақстанның барлық қалаларына доставка бар. Мына видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Поделиться батырмасын басып елмен бөлісіңіздер. Қазақша контенттің дамуына, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Қазір енді құймақтың қандай болғанын көресіздер. Блендермен жасалған құймақтың қандай болатынын көресіздер. Bir minut onda. Бұлай қарай онда. Так, мынаны уже блендермен араластырылған құймақ. Енді бұрынғы өздеріңнің қолмен араластырып жүргенмен мынаның разницасы қандай болып тұр? Сол жөнінде. Сұйықтау болады екен, сұйық. Сосын бір қалыпты жұмсақ болады. Ал андай біз қолмен араластырғанда қатайып қалады ше. Қатты болып. Чұқалық ше. Чұқалығы солай күшті керемет. Мен осы мына блендермен істеген дұрыс па екен енді? Блендермен уақытында алмайды, тез кейінгі. Сосын бір қалыпты болады құрамы ше. Бірдей. Біртүрлі болмайды. Менің де айтқаным сол ғой, блендермен көрейік деп. Жақсы, рахмет. Міне
жұп-жұқа әдемі болды да. Бұл жердегі біздің сіздерге көрсеткіміз келгені мына блендер арқылы істегеннің әлдеқайда оңай әрі ыңғайлы болатындығын таныстырғымыз келді да. Ал енді мына блендер туралы білгілеріңіз келсе, қазір описанияға ссылканы қоямыз. Ана блендер туралы толыққанды айтылған видео бар. Сол видеодан блендер туралы көріп біліп алсаңыздар болады. Ол описанияда қойылады. Бірінші рет мына блендермен бірінші рет істеуім өте керемет әдемі шығып жатыр. Өзім де таң қалып тұрмын. Бұндай болады деп ойламадым. Әрі дем де жылдам болды. Міне жұп-жұқа. Әдемі бір қалыпты. Көңіліңдегідей болып жатыр ма? Иә, міне. Иә, шамалы қаттырақ айт, естілмеуі мүмкін да мына жақ. Бір қалыпты, әрі жұп-жұқа. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай. Керемет әдемі шығып жатыр. Тағы бір аударып жүрші, мен сен аударғанды түсірмеппін ғой жаңа. Міне, өте керемет әдемі болып тұр. Иә, енді бұл біздің бірінші рет түсіруіміз. Келешекте тағы да түсіреміз. Ол кезде бұдан да күшті болады деп уәде береміз. Қанша дегенмен ол біріншінің аты бірінші ғой. Басқа нәрселер істегенімізбен именно осы құймақты бұл блендермен істеген жоқ едік та. Осындай блендермен істеуге болады дегенді мен офистен көріп келдім. Сөйтіп барып істейік деп қоймай екеуміздің жасағанымыз ғой. Но әйелімнің көңілінен шықты. Главный. Бұл кісі өзі риза болып жатыр. Бұндай болады деп ойлаған жоқ едім дейді. Сондықтан мына блендерге тапсырыс беріңіздер. Қазақстанның барлық қалалары, аудандары, ауылдарының бәріне доставка бар. Алсаңыздар, өкінбейсіздер. Және де міндетті түрде мына каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, репост жасап, елмен бөлісіңіздер. Әрине, егерде көңіліңізден шығып, мына видео ұнап жатса. Қаттырақ айтшы, естілмейді. Керемет әдемі шықты. Қонағымызды енді әдемілеп күтіп алып, алдарына қойсақ болады, ұялмай. Жақсы, рахмет. Енді ар жағын өзің пісіре берерсің. Кейін бәрі пісіріп болғаннан кейін тағы бір түгел көрсетерміз енді. Жұп-жұқа керемет әдемі болып шықты енді.